Бүгін парламентте көптен күткен жағдай орын алды. Депутаттар Ресейдің Қазақстанға деген әділетсіз саясатын көтерді. Ең қызығы, бұл мәселені бірден 6 депутат кезек-кезек ортаға салды. Осындай бейшара жағдайға жеткізген министр де сөз естіді. Өз басын депутаттардың айтқанын қолдаймын. Бұл жерде бүкіл мәселе Қазақстанның қорқақ шенеуліктерінде. Менің жеке ойым, осы Ресей әлсіреп тұрған сәтте жасайтын тәртіпті жасап алу керек. Ал енді депутаттардың не дегенін тыңдаңыз. Осы ұжымдық қауіпсіздік ұйымының кейбір мүшелері, кейбір мүше мемлекеттерінің өздерінде, бұқаралық ақпарат құралдарында, немесе ресми өкілдерінде біздің мемлекеттің тарапына орынсыз ойлар айтылып жатыр, тәуелсіздігіміз жайлы, елдігіміз жайлы. Осындайды ресми нақты құжатта бұндайға жол берілмеу керек дегенді айқындап көрсетуге болады ма келісімнің аясында? Ресей мемлекетінен биылғы бидайдың барлығы біздің Қазақстанға өтті, өзіңіз білесіз. Мынау солтүстік Қазақстан, оңтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан бойынша біздің шаруалардың биылға деген көңіл күйлері жоқ. Өйткені баға өте төмен болды. Былтыр бағасы 140 теңге болатын болса, биыл 70-80 теңгеге түсіп қалды. Біз барлығымыз Евразиялық экономикалық одақты қарастырып жатырмыз, бірақ біздің өнімдеріміз сыртқа шығып жатқан жоқ. Мына біздің оңтүстік жақта жылыжайдағы егістіктердің барлығы қазіргі таңда дұрысқа мемлекет тарапынан қарасып жатыр, субсидия бөліп жатыр. Бірақ қазіргі таңда олар келесі жылы егін екпейміз деп жатыр. Өйткені егетін дихандардың қияр, қызанақтардың барлығы Өзбекстан Республикасынан келіп жатыр. Біздің өзіміздің өніміміз шықпай жатыр. Бағасы өте төмен. Сол сияқты мына Қырғызстаннан келіп жатқан алманың да бағалары өте төмен. Біздің Қазақстанда мынау бақтардың бәрі, алма бақтарының жаңағыдай дихандардың бәрі алмаларын сыртқа шығармай жатыр. Батыс Қазақстан облысының өзінің географиялық орналасуы Қазақстанның 2 облысымен шектессе, Ресейдің 5 облысымен шектесетін сондай ерекше аймақ. Осы кезге дейінгі осы Евразиялық экономикалық одақтың аясындағы жағдайды мен сізге айтайын. Біздің тауарларымыз, ауыл шаруашылық өнімдері, азық-түлік өнімдері, ет сияқты Ресейдің территориясына өтпейді. Қазақстанның тарапынан жаңа мына жерде біз күшейтіп отырмыз қазір. Ветеринариялық, санитариялық жаңағыдай талаптарды. Қазақстан тарапынан нормаға сәйкес деп табылғанменен, Ресей тарапынан әртүрлі сылтаулармен өткізілмей қалады. Ал Ресейдің барлық тауар түрі ешқандай еркін түрде Қазақстанның территориясына енгізіліп келе жатыр. Ақтөбе облысында мыңдаған кәсіпкерлер бар, кіші кәсіпкерлер. Олардың бәрі Россиямен қарым-қатынас жасайды. Сондықтан да сіздер жаңағы айтып жатсыздар ғой, вот интеграция жасап жатырмыз, ананы өйтіп жатырмыз, бүйтіп жатырмыз деп. Үкімет тарапынан сіздер неге әуелі өзара министрліктермен келісіп алмайсыздар? Кешегіде айттыңыздар, кезек қою керек, электронды кезек болу керек деп, бүкіл границада қаншама машиналар, көліктер 8-10 сағат қорлық көріп жатыр. Россияның машиналары бізге өтіп жатыр. Сол сияқты кішігірім кәсіпкерлерге жаңа ветеринарный сертификатты электронды түрде береміз, анау береміз деп. Аудандық жерлерде интернет жоқ, шекарада интернет жоқ, электрондық кезекке тұрмақ түгіл, электрондық счет фактура жасамақ түгіл, газельмен тауар былай-былай қатынап жүрген азаматтары күндерін жаққа көріп жүр. Жаңағы мына ГСМ-нің қымбаттығынан жолдарын шаққа ақтап жүр. Сол сияқты өткенде де сіздің жаңа вице-министріңіз біздің комитетке келген. Сонда ойбай Қырғызстанның границасында жаңағы не саламын дейді. Сездер саламын, Қырғызстанның тауарлары бізге кіру керек деп. Қырғызстанның несінде біз өзіміздің пікірімізді айтамыз. Үлкен контрабандаға айналып кетпейміз ба? Біздің ауыл шаруашылық жаңағы тауарларының барлығын жаңа айтып жатыр ғой әріптесім, алманың құны демпинг деп. Біздің ауыл шаруашылық болсын, басқа да кәсіпкерлерді болсын, өнім шығаратын адамдарды сендер қашан қорғауға аласыңдар? Қазақстанның өнімінің Қазақстанда жоғы ол министрліктің осы біздің экономикалық субъектілерімізге көмектеспейтіндіктен. Мен сізге айтайын, Ресей өкіметі өзінің шұжық сүт өнімдерін транспортировканың өзіне субсидия жасайды. Ал енді Қазақстанның, мысалы мына жердегі фермерлердің барлығы осы Астанаға, базарға алып беруге ешқандай жағдайлары жоқ. Олардың 4-5 дизель тұр. Сондықтан олар Қазақстанның нарығына келе алмайды. Сіздер міне осыны шешулеріңіз керек. Бұл ұлттық мүдде мәселесі, құрметті министр мырза. Сіздердің сөздеріңіз бен нақты өмірдің арасында ешқандай байланыс жоқ.
Мысалы үшін бүгін магазинге барсаңыз, Ресейдің, Беларусьтың сүт өнімдерінің барлығы толып тұр. Қазақстанның өнімдері қазір 5%-ке жетпейді Қазақстанда. Сондықтан біз интеграция жасаймыз деп, басқа бір елдің экономикалық мүдделерін лобби жасап жатқан тәріздіміз. Интеграция дегеніміз ол өзара айналым. Яғни Қазақстанның өнімдері Ресейде болу керек, Ресейдің өнімі Қазақстанда болу керек. Осы сіздер интеграция жасаймыз деп, Қазақстанды проходной дворға айналдырып берген жоқсыздар ма? Екінші бір сұрақ. Мынау шекарадан қазір Ресейге Қытайдың автомобильдері жүріп жатыр. Олар Қазақстан территориясынан өтеді, және Қазақстанның өзі мәземеш жолдарын қазір бұзып жатыр. Күніне 500 машина өтеді. Министр, жалпы үкімет бұл мәселені шешу жөнінде ешқандай бір тиянақты механизмді бізге айта алмады. Қазірдің өзінде 3402 адам осы апаттық және жаңа ескі үйлерде тұрып жатыр. Бұл мәселе мен неге көтеріп отырмын? Себебі апаттық үйде тұрып жатқан адамның өмірі сағат сайын, минут сайын үлкен қауіптік жағдайда. Сондықтан бұны біз шешуіміз керек. Кезінде бұл мәселені біз Ақтауда шешкенбіз. 15 үй бізде апаттық жағдайда болды. Оны қалай шештік? Мен просто кейс есемді айтып отырмын. Бұл жерде біз бизнесті тартуымыз керек. Мемлекеттің ақшасын реновацияға жұмсау деген ол қиын. Себебі неге ол жерге бизнес тартуға мүмкіндік бар? Өйткені бұл үйлердің бәрі жақсы жерде орналасқан. Қаланың ортасында, бұрынғы инфраструктура келіп тұрған жерлерде. Сондықтан біздер бұл мәселені жасаған кезде инфрақұрылымды біз күшейтіп бердік, қалған бәрін бизнес жасады. Яғни мемлекеттік және жеке кәсіпкерлердің серіктестігінің арқасында іске асты. 4 жылдың ішінде Ақтауда 15 үйді жоқ қылдық. Біліп отырсыздар ма? Сондықтан бұл механизмде тек қана мемлекеттің ақшасын, бюджеттің ақшасын жұмсаймыз, соны жасаймыз дегенді қойып, бұл жерлерде жаңағындай механизмдерді іске асыру керек. Соның себебінен біздер сол кезде заңда жеке жаңағы авариялық үйде тұрған адамдарға мемлекеттің фондынан берілетін үйге алуға жекешелендіру мүмкіндік болмады. Ол заңды біз норманы биыл енгізіп отырмыз қазір. Сол кезде сол схемадан кету үшін жаңағындай бизнеспен жұмыс жасаған кезде кәсіпкер өзі үйді салды, жоспарлады, бәрін көшірді, және сол адамға санитарлық нормасы жоғары үйді, жаңа площадьты үлкен үйді берді. Сөйтіп мемлекет өз басынан, мойнынан үлкен проблема алып тастады. Сол кезде примерно біз есептедік, 2014 жылда бағасымен 12 миллиардтай ақшаны біз үнемдедік. Бюджеттің ақшасын үнемдедік. Бар болғаны бюджеттен, қаланың бюджеттен 50 миллиондай ақша жұмсадық, ол тек қана благоустройствомен жаңағы инфрақұрылымды күшейтуге. Болды. Осындай механизмдерді министрлік кәсіпкерлермен іске асыру керек. Қазір құрылысшылар бар, Құдайға шүкір. Қазір мысалы олардың ақшасын қайда жіберер білмей жүр, банкілер кредитті береді. Жаңағы реновацияны қаланың ортасында әдемілеп жасауға болады. Керек болатын болса, сол Ақтау қаласына бар көріңізге болады. 3-ші шағын ауданда арнайы мәслихаттың шешімімен біз бекіттік. Бар көріңіздер. ПДП-ны жасадық, қазір тым жақсы болып тұр. Сондықтан осындай механизмдерді, жақсы әдістерді қолдану керек деп мен есептеймін. Рахмет. Заңды қолдауларыңызды